Нағыз ұбт-да келген математикалық сауаттылық есебін бірге шығарайық кеттік. Алма мен алмұрттың қосындысы 41-ге тең, алмұрт пен алхорының қосындысы 15-ке, ал алхоры мен шабдалының қосындысы 20-ға тең екені белгілі болса, шабдалы мен алманың қосындысын табыңыз дейді. Давайте алманы x деп алайық, алмұртты y деп алайық, алхорыны z деп алайық, және бізде шабдалы оны мысалы k деп алайық. Сонда бізде келесідегідей теңдеулер жүйесі шығады. Яғни x плюс y-іміз 41-ге тең. Сосын бізде не бар? Алмұрт енді бізде y қой, y плюс z бізде 15-ке тең. Және z плюс k-мыз бізде 20-ға тең. Бізге табу керек шабдалы мен алманың қосындысын, яғни x плюс k бізде осыны табу керек қой. Давайте бірінші және үшінші теңдеулер жүйесін қосайық. Сонда бізде x плюс y плюс z плюс k тең 41-ге 20-ны қоссақ 61 болады. Бізге x плюс k керек, дұрыс па? Y плюс z-іміз міне 15-ке тең болып тұр. Орнына қоямыз, тең 61. Осы жерден x плюс k тең 61-ден 15-ті азайтсақ, бізде 46 болады. Все, міне табылды, жауабы В вариантында берілген. Осылай математикалық сауаттылық есептерін оңай шығарып үйренген кезде парақшама тіркел.